94 жылында Казакстана келдім. Ақтөбеде 14 жыл математика мұғалім болып жұмыс істедім. Сосын осына келдім. Осында математика мұғалім болып жұмыс істеп жатырмын. Üniversite Türkiye'de bitirdim. Matematika fakültet bitirdim. Bize kızık oldu. Şetelde жұмыс істеуге. Сол için ben кейбір dostlarım da oldu. Biz solay tanıdık, imtihan tapsırdık. İmtihanda öttük. Şetelge yani kızıkçılık boyunca geldik şunu aytkanım. Şimdi like this is the rule. 2x power square, değil mi? Equal 3x square minus 3x plus 4. Tamam, bundan sonra olay. 4x square equal 3x square minus 3x plus 4 and then which one plus 3x plus 4 minus 1. Yeah. Okuşlar жақсы болды, өте жақсы балалар болды. Сол кездерде, мысалы, сабақ түсіндіргенде onlar сразу түсінді. Yani бастары көп істейтін балалар болды. Ақтөбенің балалары, мысалы, ben өте жақсы көрем. Bizde, мысалы, сабақ беруіні жақсы көреміз. Жақсы көргесін сабақ түсіндіргеннен кейін, если балалар түсінсе, сізге өте жақсы бір не болады, леззет болады, тат болады. Сол жалғастырып береміз, солай сабақ беруге. Если олар түсінмейтін болған болса, жақсы болмайды бізге. Yani o әрқарай кетпеді. Onda может ben мұғалімі тастағым шығар деп ойлаймын сол кездерде. Бірақ балалардың бұлай ынтасы, алу қабілеті өте күшті болды, жақсы болды сол кездерде. Соңғы vakitlərdə кішкене bu azayıp жатыр, соны да айтуға болады. Yani қазірдегі балалар солай емес. Onlara кішкене ойлары бөлік сияқты. Onlar alğaşkı balalar siyahtı sırası kabuldamaydı. Может bunun başka problemleri bolu mümkün. Sol kezderde misali internet bolgan yok, telefon bolgan yok. Yani balaların miyi normal oldu, taza. Tek kana öyle sabah düşünedi. Sol. Hazırda solay emas çıkar. Başka nerseler karaydı, oyu netedi. Yani hazırda en mağızı nerse benim şey konsantre. Konsantre болу керек mesela. Bala sabah okuvanda konsantre болу керек. Başka nerse oylamау керек. O қазіргі vakitте кішкене қиын деп ойлап жатырмын. Қазіргі уақытқа дейін егер белгілі бір жетістіктерге келген болсақ, бәрі сол ұстаздың арқасында. 98 жылы алғашқы рет мұғаліммен таныстым. Ол бізде математика пәні мұғалім болды, Муаммер Гүл. Сол кезде математика мұғалім болғаннан кейін ол олимпиада оқушыларын таңдай бастады. Бірнеше баланы таңдады. Сол арасында мен де таңдалдым математика олимпиадасына. Біздің шәкірттігіміз бе, оның ұстаздығы сөйтіп басталды. Соның арқасында жаңағы олимпиадаларға қатысты көп жүлделі орындар алды, ел көре бастады. Содан кейін жаңағы университетке грантпен түстік. Сөйтіп жаңағы 11 сыныпта болғанда шамалы мына мамандық таңдау реті келгенде осы ұстазымызға қарап жаңа ойладық, бір қанша біздің өмірімізді өзгертті осы ұстаз дедік. Қандай жақсы нәрселер бізге көрсетті, жақсы нәрселер үйретті бізге. Содан кейін біз ойладық, мына жаңағы бұрын мүмкін мұғалімдікке ондай көзбен қарамаушы едік біз. Бірақ осы ағайлар арқасында шамалы жаңа ұстаздықтың басқа бір қырын көріп ойладық, жаңа шынымен де керемет бір мамандық екен. Неге ол сонша жетістікке жетті, неге соның несі қыры дегенде, бір несін айтуға болады, ол қадағалау шығар. Бір нәрсені бергеннен кейін оны қадағалайды. Бұл нәрсе бітпегенше оны тастамайды. Ондай нәрселер, мысалы, сізге бір тапсырма берсе, сіз ол тапсырманы бітірмегенше сіздің артыңыздан қалмайды. Бір кітап берсе, бұл кітапты сіз бітірмегенше, бұл кітаптың бүкілін жаңағы оқып түсінбегенше, ол сізден істемейді. Сондай бір қабілет бар ағайдың бойында. Ол қабілет әр қайсында жоқ. Біз көбіміз тапсырма береміз, бірақ кейін өзімізді ұмытып кетеміз бұл тапсырманы. Ол кісіде сондай бір феноменальный память дейді ғой, сондай бір нәрсесі бар, ұмытпайды еш нәрсені. Уақытта ол үшін проблема емес. Түнгі 12 болды ма, түнгі 2 болды ма, таңғы 6 ма, таңғы 5 па, маңызды емес. Бұл жұмыс егер біту керек болса, уақыттың, жердің, еш нәрсенің маңызы жоқ. Бұл нәрсе бітеді, басқа варианты жоқ. Егер Муаммер бей бір жұмысты алса, бір нәрсені алса, ол бітеді, точно бітеді. Сондай бір
бойында сондай бір күш қуаты бар сондай. Multiply. Değil mi? This rule. Logarithm a base'inde b plus logarithm a base'inde c is equal logarithm a base'inde b multiply c. From this rule, so logarithm 2 base'inde 3x 3 minus x. Біздің әрине әсіресе мына оқушы кезімізде көп нәрселер болады. Олар әрқашанда біздің ойымызда сол нәрселер. Мысалы, енді кішкентай дегенде олимпиада таңдағаннан кейін мен әлі есімде қалай біз олимпиадаға аттандық, қалай бізді қарсы алды мұғалім. Сол кезде енді 90-шы жылдар, 98-ші жылдар әрине шамалы қиын жылдар болды. Біздің жаңағы отбасымыз мынандай шамалы орташа жағдайы, көп нәрсе мүмкін көрмедік біз сол жылдары, бірақ бізге жаңағы мынандай аға не дайындады, папка дайындады. Папканың бетінде біздің суретіміз болды. Менің суретім, папканың менің суретім, жаңа Қожа Ахметов Қуат, математика олимпиада оқушысы, сондай оформлениесін папканы ашамыз. Папканың ішінде бүкіл нелер, құрал саймандар тұр. Күшті дәптер, ол дәптерден біз көрмедік. Турецкий бір дәптермен сонда разноцветный жаңа күшті карандаштар, жаңа нелер, сызғыштар әртүрлі. Соны көргеннен кейін біз әрине мәзбіз, одан сайын біздің неміз ашылды, мотивациямыз ашылды. Одан сайын оқымыз келді. 95'in sonlarında çıkar, dayındığa başladık. Birinci 96 yılında biz halkaralık olimpiyataya vardık. Sol kezde India'daki IMO dediğimiz International Matematik Olimpiyat. Yani olimpiyada en top olimpiyat. Dünya yüzündeki en ülken olimpiyata. Sol olimpiyata katıstık. Biz bir balayla katıstık. Negizinde Kazakistan ili bir yel 6 balayla katsadı. Komanda boladı. Sol kezde Kazakistan için bizden bir balayla katıstık India'ya. 96 yılında başladık. Sol yıldan o vakte deyin yılda katısıp jür ballar. Bırak bütün komandada bizim ballar olmaydı erine. Yani başka mekteplerden de boladı. 2001 yılında bizim en jaksı result bolgan yıl. 2001 yılında bizden 3 bala katıştı, altın medal aldı. Sol kezde Kazakistan opşi 4 altın medal aldı. Bir balada Özkemen'in balası oldu. Bu Guinness boyunca bir mektepten bir yılda International Matematik Olimpiyat'ta en köp altın medal sanı. Yani öte kuanışlı olduk erine yani. Bırak bu benim özümün ne yemez, negizinde balların benim yenbeği. Ерекшелігін айтатын болсақ, енді ол әр баланы жақсы білетін, енді тентек балдар да болды, енді жақсы оқитын да балдар болды. Бәріне көңіл бөліп, қасына барып, әңгімелесіп, солай сабақ бергенде де қызық сондай нелер болды, жағдайлар қарап тұратын еді адамдарға, енді балдарға, оқушыларға. Өзі психолог жақсы білетін еді, балдар не ойлап атқан, не істеп атқан, қай кезде оларды шақыру керек, қай кезде кішкене демалу керек балдар. Сол каникул кезде адамдарды кішкене 3-4 күн демалғаннан кейін телефон звондап айтады, келіңдер деп дайындаламыз, олимпиада жақындап жатыр, олимпиада біткесін 3-4 күн демалтып да, сосын тағы да шақырады, келесі олимпиадаға дайындалады балдар. Ya negizinde bulay, birinciden cumusu jaksı körü gerek. Mesela mugallimlik cumusu. Köp adama karasak mugallim cumusunu jaksı körmeydi. Jaksı bir mamandık diye oylamaydı köp adam. Halk arasında bulay karasanız mugallim. Ya mugallim işte prostoy adam. Sol sebepten köp adam jaksı körmeygesin cumusunu, cumus jaksı karmaydı. Jaksı körü gerek misal cumusunu. Kanday cumusunda olsa jaksı körü gerek. Ben misal mugallimlik cumusunu en jaksı cumus deyip oylayım. En jaksı mamandık deyip oylayıp jatırım. Balalar ben işte sabah түсіндірін жақсы көреміз. Олармен сөйлесу жақсы көреміз. Biz sol yani олар бала кезінде, оқыған кезде, biz мұғалім болған кезде қарым-қатынасымыз жақсы болды. 20 жыл өтсе, өткен балалар бар. Biz onlarмен қарым-қатынасымыз бар. Кейде telefonмен хабарласамыз, кейде кездесеміз. İşte onlarмен кейде futbol oynayımız. Benimce bu tek men tarafından yemez, balalar tarafından da. Onlar da жақсы көреді. Жақсы görmese onlar kaşadı. Onlar bir şey haberlaşmaydı. Solay yemez, nabrot haberlaşıp жатыр. Bir tane rol var ya, bir tane rol. Değil mi? Yapabileceğiz bir tane rol.
Мурбей — это один из, наверное, таких учителей, который сильно повлиял на мою жизнь, очень много помог. Это такой один из главных социальных лифтов в моей жизни. Под его руководством занимался олимпиадами. И вот уже на протяжении 20 лет мы хорошо общаемся, хорошо дружим. Он был не просто учитель математики, он был нашим тренером, олимпийским тренером. Он сильно проводил с нами время, там, устраивал какие-то внеклассные вещи, помогал готовиться к олимпиадам, находил нужные книги, находил нужных там, профессоров, приводил. На самом деле его умение даже не сколько, если мы говорим о подготовке к олимпиадам, потому что это для меня, наверное, самое важное, потому что для меня это оказало большое влияние на мою последующую жизнь. То есть он не только тренирует, не только готовит, но помогает найти нужных людей, помогает найти мотивацию. Помог понять, какой у нас потенциал, помог поверить в нас самих. И, я думаю, благодаря ему мы достигли многих результатов. У нас была такая небольшая традиция, наверное, перед каждым важным экзаменом, перед каждым важным олимпиадой. Допустим, в 9 часов утра начинается олимпиада с 9 до, допустим, часа 30, 4,5 часа. И вот была такая традиция, мы все вместе собирались, он покупал там какие-то шоколадки, потому что сахар, чтобы лучше работали, глюкоза, чтобы лучше работали мозги, видимо. Покупал шоколадки и как раз-таки говорил, для чего это нужно и почему это важно. И здесь именно важно, потому что он, наверное, помогал нам какие-то конкретные планы ставить. И вот каждый раз, когда я вспоминаю что-то, когда у меня, например, что-то не получается, я вспоминаю некоторые моменты из моей жизни, вот именно той жизни, школьной жизни, когда вот мне что-то не получалось, но я понимал то, что нет, я вот это могу сделать, и у меня есть все для этого силы, то есть какая-то вера в себя, и я это делаю. И каждый раз вспоминаю то есть, слова моего учителя, моего наставника, что он нам помог именно так сформироваться. Ben ойлаймын, қаншама сабақ түсіндірсеңіз де, бала өзінің ынтасы болмаса, о ештеңе істей алмайды, ештеңе қайда бара алмайды. Біз просто мүмкін жол көстерткен шығармыз. Тек қана Эрина сабақ емес, сабақтан тыс сөйлешеміз, өмір туралы да сөйлешеміз мысалы. O da бар. Мен осыдан 12 жыл бұрын бірге жұмысты бастағанымызға 12 жыл болды. Осы 12 жылдың ішінде Момирбейді жалпы бүкіл Қазақстан емес, әлем таныды деп айта аламыз. Өйткені қазіргі кезде ол кісі әлем мұғалімі атағын алып отыр. Ол әлем атағын алу себебі де бар шығар, өйткені ол кісінің оқушылары, шәкірттердің барлығы бүкіл әлемнің төрт бұрышында кездестіре аламыз деген үміттеміз. Ол кісі жайлы айтатын болатын болсақ, ол кісі өзінің еңбегін аямаған, бала еңбегін аялаған жанның бірегейі болып келеді. Өйткені ол таңертеңнен кешке дейін өзінің отбасын, өзінің еңбегін еш уақытта да аямай, тек қана бала еңбегі, баланың тәрбиесі жұмсап жүрген бірегей жан деп айта аламыз. Қай мезгілде болатын болса да, Момирбейді осы жерден табасыз. Өйткені ол кісінің еңбегі ерен, еңбегі зор. Балалардың барлығы тек осы ерен еңбегінің арқасында әлемге танылып жатқан шәкірттері бар. Мысалға, ол кісіні айтатын болатын болсақ, Қытайдағы Гонконг университеттеріне түскен балалардың барлығы тек ол кісінің шәкірттері деп айта аламыз. Одан қалды оңтүстік Кореядағы оқып жатқан оқушыларымыздың барлығы тек осы кісінің шәкірттері деп айта аламыз. Және де Қазақстанға әйгілі Қазақстанның бетке ұстап отқан университеттерінің бірі, бірегей Назарбаев университетінің оқып жатқан, сол жердегі оқып жатқан шәкірттеріміздің 90% осы Момирбейдің шәкірттері. Осыған қарабақ білуімізге болады, Момирбейдің қаншалықты ерен еңбегінің мықты екенін айта аламыз. Ол кісінің тәжірибесі не бөлісетін болатын болсақ, ол кісі басқа ұстаздарға қараған кезіндегі ерекшелігі тек қана өзі ғана білім беріп қоймайды, оның өзінің жаңағы артына келе жатқан, өсіп келе жатқан шәкірттеріне сабақ береді. Еңбегінің нағыз жемісі осы жерде жатыр деп айта аламыз. Olimpiyadadan orun algan balalar и proyekt, gılmı cümbustan. Olimpiyat degende Ablasnoy Olimpiyadası, yani mesela Astana'da ile Aktöbe'de Ablasnoy'da bolgan olimpiyada, Respublikans degen Kazakistan boyunca и halkaralık olimpiyada. Bunları koskanda barlı 2400 olimpiyadalardan orun aldı balalar. Kiçkine talabımız var Erina. Yani bir jarısa Katiskanda aytamız. Например, sen birinci orun alım gerek, sen ikinci alım gerek deyip aytamız. Bırak almasa da problem yok. Sen niye birinci orun almadın deyip köp neyimiz yok. Bulay aşulanımız. Adam işte ben bulay oylayıp жатырмын. Olimpiyada misal adam niye olimpiyadaya dayınlaydı? Orun aladı, bitti. Sosun mektep bitedi, bir жерге baradı, üniversitet baradı. Ona paydası bolu gerek negizinde.
Yani o birinci orun aldım, ikinci orun aldım yemez. Bu hazır boladı, sosun ötüp ketedi. Onu faydası yok. Kalay faydası boladı. Bu olimpiyada dayınlaganda o dayındığı öğrenedi. Üniversitede barganda jaksı okuydu. İşte ömürde normal analiz jasaydı. Yani öğrenip ketedi. Olimpiyada dayınlatın bala kebir nerse öğrenip ketedi. Yani trenovka siyahtı. Оны негізінде көргеннен бәрі айтатын шығар, таусылмайтын энергия сол көрінеді да. Адам шаршамай өз жұмысын жасай береді да. Жұмысын жасағанда жақсы көргені көрініп тұрады. Балаларға сабақ беру, балдармен айналысу, білім беру, олардың кішігірім проблемалары болады, балдарының сол проблемалары шешу. Жалпы осындай жұмысқа құштарлығы басынан байқалады дейді. Әлі күнге дейін байланысымыз бар. Біз жақсы қайтсақ, дос болып кеттік деп айтсам болады. Yani ол бізден үлкен әрине, бірақ шынымен де ешқандай ол өте кішіпейіл бір адам да. Менің ойымша ұстаз деген біріншіден өзінің үйреткен нәрсесін, айтқан нәрсесін өзі дұрыстап жасау керек та. Ұстаз Абай атамыз айтқандай, ұстаздық еткен жалықпас, үйрететін балаға деп айтады. Yani ол кезде ол сөзінде ұстаз бола білу керек та. Абай атамыздың айтқан ұстазы сияқты бола білу керек. Менің ойымша сол ұстаз деген балаға түсіндіретін, айтатын нәрсесі қандай болса, өзі де соны жасау керек. Енді Муаммер бей бағана атап өткен ұстаз ұғымына сай келеді. Бәлкім ұстаз деген ұғымы қалыптасу себебі осы Муаммер бей болған шығар. Муаммер бейге қарап, ұстаз қандай болу керек, солай түсіндім. Бағана атап өткендей, жауапкершілікті әрдайым сезінетін, өзі әрдайым үлгі болатын өзінің оқушысына. Ұстаз деген сол да, және жұмысын жақсы көретін. Муаммер бейде осы үш нәрсенің бәрін көре алдым да. Және де қазіргі кезде осы жағынан ұстаз болып жүрмін да. Сабаққа кірем, оқушыларға ұстаз ретінде жұмыс жасап жатырмын. Муаммер бей бізге қалай ұстаз болған болса, мен де сол ұстаздықты жалғастырып келе жатырмын деп ойлаймын. Немесе жалғастыруға тырысамын. Жақсы ұстаз жұмысыны жақсы көретін адам болу керек меніңше. Kim жақсы ұстаз болам десе, жұмысыны жақсы көреді. Бұлай ойлайды. Мына жұмыс, мына мамандық, dünya yüzündeki en жақсы мамандық деп ойлау керек. Себебі ұстаз, мұғалім адамларға, балаларға пайдалы нәрселер öğretse, onlar жақсы адам болса, жақсы нәрсе жасаса, бұлай көрінмейтін bir ne alasınız, көрінмейтін bir lezzet alasınız. Жақсы болып келеді. Yani бұлай ойлайсыз, o bizim balamız бұлай болды. Сосын сізге o size akşe беру или bir нәрсе беру емес. Tek solay, yani қалай айтайын, көрінмейтін bir нәрсе негізінде. Көрінмейтін bir нәрсе. Yani ustazın, muallimin neyi? Жұмысының rezultatı көп көрінмейді. Tek қана seziledi. Bala sizi жақсы көреді. Sizi жақсы көрсе, sabahınızı жақсы көреді. Sabah түсінеді. Түсіне тырысады. Yani ömürlük maksadımız muallim bolup ömür sürüyor. Ömrün sonuna değin muallim bolup süreyim deyip oylap жатырмын. Ömürdeki maksat sol. Başka bir maksadımız yok. Sabah düşündürüyor, muallimdir жасау.